Нұрлан мырза, сіз Қазақстанға не алу үшін емес, не беру үшін келдіңіз? Қандай үлес қосу үшін келдіңіз? Мен азамат Иә, болам деген үміт болды ма? Сол қандас мәртебесін алу процесі сізде қалай өтті? бураханаға ауыт ағалар сол төртеуі жиналды ғой, жаңағы әлем деген жаңағы алматыдағы бір ағамен келіп маған осыны мен барам деді, бір ақылы болады деді. Сізге келіп Сонда шешіп беру ма? Сізге алып беруді айтып отыр ма? Ақылы болады деп әлде кеңес па? иә, аға осындай осындай тесттен өттім, анкетадан өттім, енді қандастығым енді витне ала алмай жүрмін десе мен не қылайын дейді да, маған не дейсің дейді. мен айттым енді ойбай дедім да не дерін білмей қалдым, жаңағы бір Сұрақтар қандай болды? Не туралы болды? жоқ, ондай салт дәстүр тарихтан болған жоқ ондай, тек логикалық сұрақтар болды. Аха. Жаңағы қияр егіні бар, амангелдінің егіні бар, ода қияр өсіреді. Қияр менің балдарымды сондай қазақша тілі шығып қазақ мектепте болу. Сізді тыңдап, шешуге тырысқан бір әр мекемеде бір қызметкерлер болған жоқ па? Жоқ, ондай жоқ екен бұл жерде. Азаматтар бар ма Өзбекстаннан келіп осылай қиналып жүрген, тіпті қандасты да ала алмай Иә, жүрген? жаңағыда айтты, вид болмаса ешқандай базадан да шықпай жатсың, ешқандай сен өткізе алмаймыз. Шығып уже үйін де даже сатып өзінің үйінде өзі квартираны толтырып тұр. Заң, жалпы жоба бұл әлемдік практикада дұрыс, бірақ орындауында сіздерге түсіндіруінде бір проблема болып, әр облыс әртүрлі түсіндіруінен болып жатыр ма? Осы кедергілерді бір кейбір пысықтар болады ғой, мысалға айтып жатыр, кеше тесттен өту үшін осынша ақша бер, визаң бітіру үшін осынша ақша бере салу керек, былай коррупция деген сияқты сондай нәрселер ұсынылды ма? Жаңа айтты ғой, үйінде шетелден тұрып ала береді. Бір күні сіздің балаларыңыз, қызыңыз осы сұхбатты көріп отырса, әкесінің Қазақстанға келу жолы туралы не түсінгенін қалар едіңіз? Оңай болмаған. келгеннен кейін қайтып күйттеген жолын қылып әрекет еткен екен ғой деп. Нұреке, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, думан, қалайсыз, жақсы. Жақсы. Біз қазір Абай облысында осы қандастар керуені мәселесі бойынша сапарда жүрген едік. Жаңа Гүлей ханымға сіздің аудиоларыңызды, құжаттарыңыздың мәселесін көріп, мәссаған мына нәрсені жеткізу керек, көп адамдарға түсіндіру керек. Егер дәл осылай түсінікті қылып айтып беретін болса, онда интервью жасайықшы деп, мына аяқ астынан өзіміз отырған жерден бастап жатырмыз. Рахмет келіскеніңізге. Аха, жарайсыз. Аха. Жалпы өзіңіз қай елдің тумасысыз, ұлтыңыз және Қазақстанға қашан келдіңіз? Мәселе қалай басталды? Негізі Өзбекстан елінен Мгм. Тамдыбұлақ деген ауылында, Өтемұрат деген сол Тамдыбұлақ деген енді бір аудан ғой. Соның Өтемұрат деген ауылдық жерінен шыққанмын. Содан Зарапшаннан жасап, Зарапшаннан осы жерге тікелей көшіп келдім. Март айында, осы 2026 жылдың март айында көшіп келдім. 3 март күні келдім ғой. Мгм. Содан сол жақта кезде қызығып, өткен жылы 25-тен бастап қызығып келем енді алдымнан ой болған, енді түбегейлі жаңағы келем деген ойымды түйгенім сол 25-тен болды. Сол кезде дайындалып міне келем деп барлық нәрсені сатып дегендей, жұмыстан шығып дегендей М, сөйтіп өзіңіз көшіп келдім. қай жылғы және ол жақта қандай оқу оқып жұмыс жасап едіңіз? 1995 жылғымын. Мгм. Ол жақта колледж бітіргенмін, средний. И 12 жылдай карьерде үлкен НГМК деген карьер бар, үлкен дүниежүзі бойынша бір 2 ма нешінші орында тұратын. Сода 12 жылға жуық жұмыс істедім. 18 жастан бері қартай ма? Иә, қазір Павлодар облысы Екібастұз қаласына келдім. Так, Мгм. Екібастұзда. Аха. Ә, Сіз келген кезде бір қандай да бір мақсат болды ма Қазақстанға? Не үшін Қазақстанды таңдадыңыз? Бұл жұмыс жасау үшін ба, жоқ әлде болашақты байланыстыру ма? Иә, мен бала шағам былай. Ең бірінші не болғаны сол жақта бала шағам тілі сәл енді көшеге шығып ойнайды ғой бәрі бала болғаннан Мгм. кейін. Мгм. Өзбекше үйреніп, өзбекше сөйлеуді бастап жүрді ғой. Енді мен андай ұлтайды ондай болған жоқ. Просто мен балдарымды сондай қазақша тілі шығып, қазақ мектепте болу, садикке барады, мысалы үшін балабақшаға барады. Ол жақта да мысалы үшін қазақ аз ғой. Мысалы үшін өзбек көпшілік басым мысалы үшін өзбек. Сол үшін да сол балабақшаға барған кезде де сол өзбекше мәжбүри түрде өзбекше сөйлеуге солай болып кетті балдарым. Содан Мгм. кейін сол балдарым келіп қазақша болсын, қазақ болсын, өзім де былай көшеге шықсаң өзбекше сөйлесесің, үйге кірсең қазақша дегендей. Осы жерге келдік, автобустан түстік енді жүрміз ғой анда Өзбектердің мында қазақша жүргенде. сөйлейтіні сияқты ғой. Иә, анда мында
жүрдік, қазақша сөйлеп жан жақта қуандық келіп түскен кезде. ә, Кәдімгі енді жан жаққа магазин барсаң қазақша, былай барсаң қазақша, соны барасың, документпен жан жаққа барасың. Қазақ қой енді басымдағы. мхм. Қазақша сөйлеп қуанып. Сіз Мақсат сол ғой, болашағының келешегі. Аха. Өзім жаңағы өзім да былай, Қазақстан бәрі қазақ, өзіңнің жұртың бәрі өзіңнің жұртың ғой енді. Емне қазақша сөйлеп, емне сонда жүруге жетпейді. Енді өзімнің анашым осы жақтың тумасы, Мгм. Илиштен, Шымкенттен. М. Ол кісі сол көшеміз деп жүргенде мен өзім бірінші кетіп қалдым. олар артымдан келем деп жатыр еді. Олар осы Егер мына жылдың мәселелер шешілсе, иә? иә, иә, соған ана жақта олар да дайындалып отыр еді. Мынандай жағдай болғаннан кейін олар енді тоқтап тұр қазір. Енді келгенде ең бірінші қандай есіктерге, қандай органдарға бардыңыз және қандай құжаттарды рәсімдедіңіз шекарадан өткелі бері? Иә, келгеннен кейін соңғы барып иінге бірден тіркелдім ғой. Бірінші жаңағы үй-қонаққа отырып алдым. Содан кейін иіннен бастадым документ. Енді осы документ иіннен басталды. Содан кейін ар жақ кетті, цп аштырдым. Солай жүрген кезде бір медосмотр өттім. Сөйтіп Мгм. жүрген келіп жаңағы сол арада жаңағы басталды ғой. Сонда сол жаңағы сөзді айтты. Тест өтулуің керек, қазақ тест деген енді. Иә, осының Ол қазір рет-ретімен барлығына келеміз, иә? Сол иә, жаңағы сіздің сұрақтарды айтқан мәселелеріңіздің бәрін тыңдап шықтым. Өте маңызды екен. Шынымен кейбір нәрсе миға қонымсыз, логикаға да сай болмай тұр. Сондықтан осыны иә, жеке-жеке. Және бұл сіздің ғана басыңызда емес, осы әр облыста Қытайдан, Моңғолиядан келген қандастардың бәріне ортақ мәселе болып тұр екен. Енді иә. сол қандас мәртебесін алу процесі сізде қалай өтті? Сізде бар ғой қазір қандас Қандай, мәртебесі. иә, иә, қандас мәртебесі бар. Мгм. Сол Айта беріңіз. содан кейін, сол айтқаннан кейін енді келгеннен кейін, бел болып келгеннен кейін ешқандай жерден қайту жоқ. Жаңағы ойбай давай тест болса тест, енді қазақша оқығанбыз 9 жыл мектептен сосын. Енді қазақшаны түккелі жақсы білеміз. Сөйтіп да қазақша тест тапсырамыз, тест деп жаңағы андан сұрап, мындан сұрап, сөйтіп жаңағы тіркелу деген бар екен, 9.000 теңге төлеп, оны тіркелдік, тіркелудің күні отдельно өзі екен, оны тапсыратын күні отдельно екен. Оны күттік, 3 күнде жаңағы жауап шығып, соны жаңағы несін тіркеп қойып, кейін тапсырдық. Үйде осындай комнатада отырып, компьютер, ноутбук таптым танысымнан. Сол ноутбукпен бірінші өзім тапсырдым, кейін әйелім тапсырды. Мгм. Сөйтіп екеуміз де өтіп кеттік. 85 балл, 80 балл алдық. Екі неден блоктан 80-85 балл алып, сөйтіп өтіп кеттік. Сұрақтар қандай болды? Не туралы болды? Ә, Жүйесі қалай екен? Сұрақтар ол кезде сәл оңайлау болды. Бір екі қатарлар болды. Екі қатар, үш қатарға жетпейді ау. Жетсе Мгм. үш қатар, бірақ одан аспайды бірақ. Сұрақтар мысалы үшін айтады, Жангелді магазинге кірді, анасына гүл алды. Солай жаңағыдай сөйлем болады осылай. Аха. Содан кейін астында сұрақтар кетеді. Жангелді кімге гүл алды? Жангелді не үшін кірді? Сосын Логика. астында солай логикалық, көбінесе логикалық болды сондай. Жақсы. Салт Сосын андай дәстүрге, тарихқа байланысты ше. жоқ, ондай салт дәстүр тарихтан болған жоқ ондай. Тек логикалық сұрақтар болды. Аха. Жаңағы қияр егіні бар, Амангелдінің егіні бар, ода қияр өсіреді, қияр осы жаз айының ақырында жақсы не қылады. Соларды жазады екен, ақырында астынан сондай сұрақ пайда болады жаңағыдай варианттармен, қияр қайсы мезгілде жақсы не қылады, Амангелдінің қандай нөсі бағы бар деген сияқты. Сондай сұрақтар болды, жегіл. Одан кейін қиын басып кетті ғой. Одан кейін Қандай бес болды? алты қатыр болып кетті. Одан кейін мен адамдар сөйтіп айтты, қиындасып кетті. Қазір бес алты қатар болып кеткен, жаңағыдай жаңылтпаш сияқты бір сұрақтар болған деп мен анығын бірақ білмедім. Бірақ солай соны Мгм. естіп қалдым. Мен енді келгеннен сразу сол март айларынан кейін апрельге таяп Осы жылдың, иә? апрельге Әлде жетті. былтыр ма? Иә, жоқ, осы жыл ғой, Аха. 26-ның басы ғой. Мгм. 26-ның басында мартта келдім ғой. Мгм. Сол кезде біз сол бас жағында апрельде де тапсырып тастадық қой. Сол кезде сол бірінші тест естігеннен бірден сұрастырып неғып мен өтсем болды деп ойлағанмын ғой. Тесттен өтсем болды, осыны тапсырып алайыншы деп бірден әрекет етіп келіп бірден. Өткен жыл келгендер өйткені 5 күнде, Жаттап жоқ қой. бір аптада уже тест тапсырмай, бір аптада документтің бәрін өткізіп, уже Ал. витнаға, азаматтыққа, витна жілдесі нөге, жаңағы қандастыққа тапсырып күтіп отырған ғой. Мен солай ойлап келдім ғой мен де. Мен білмей қалдым бұлай не болып Бірақ жатқанын. биыл февральде, ақпан айында сондай заң шығып кетті бізде, иә, пилоттық жоба деп. Иә, сондай заң шыққан, біз білмей келгеннен кейін бірақ естіп қой сол мартта. Мгм.
Енді сол сұрақтарда мысалға осы біз мына абай облысында кеше өңірдегі кісілер сұрап жатыр, және ұпайлар береді әртүрлі сұрақтар. Қазақ тілі мен тарихқа байланысты соны сұрады дейді, сосын салт дәстүрге байланысты дейді, ол бөлек. Одан кейін жаңағы отбасың бар ма, дипломың бар ма, туыстарың бар ма, қабілетің бар ма, кәсіп жасайсың ба, денсаулығың дұрыс па дегендердің барлығынан ұпайлар жиналады екен. 600 ұпай. Ол басқа тесттен басқа сауалнама деген Ол ол мынадан кейін екіншісі. анкета, иә. Осыдан өтсең кейін барып соған. Егер бұл тесттен өте алмасаң, және бір айдан өте алмасаң, үш айдан өте алмасаң 6 ай деген тапсырасың Мгм. Сіз тестте. осы тесттің өзін қанша рет тапсырдыңыз? Бір ретте тапсырып өттім ғой. Мгм. Сол бір мәрте тапсырдым сразу сол Тапсырдыңыз. 80 ұпайдан қанша алдыңыз? 80-85 ұпай. Екі блок қой. Бірінші 20 сұрақ, кейін 40 сұрақ. Общий 60 сұрақ береді. Екі блок. Біреуінде Ә, ауызша, екіншісінде жазбаша. сол тестті қазтестқа әлде мигрейшн еңбек пе, қай сайттан тапсырдыңыздар? Қазтесттен тапсырдық тест. Жақсы. Аха. Мигрейшн анкета жаңағы сауалнаманы толтырады. Екіншісі. Қазтесттен тапсырғаннан кейін сізге дұрыс жауабы деген, жақсы тапсырдың деген шықты. Сосын сізге Иә, сертификат қанша күннен кейін берілді? 3 күнде шықты сертификат. Мгм. Үшінші күні уже алдым. Құттықтаймыз деп келді, шығып тұр сертификат, иә? Суреттермен барлықты кәдімгі өткеніңізді растайды, осы не сіз шынымен де өттіңіз осы тесттен деп. Кеше кейбір кісілер 3 күннен кейін 7 рет тапсырған, 7 ретінде де өткен ол кісі. Бірақ 3 күннен кейін жойылды деп бәрін қайтадан өшіріп тастайды дейді. Қайта тапсырады, сол не үшін жойып жатыр түсінбедік дейді, өшіріліп қалған. Ал ана жерде ұпайы өтеді. Сондай қызық бар екен. Жақсы. Енді сіз сұрақтарға тапсыратын кезде қандай құжаттар жинадыңыз? Оған өту үшін жаңа 9.000 теңге ма ақша төлейсіз, сосын тағы қандай шарттар бар екен? Сурет жаңағы 3 суретіңізді жүктейсіз. Мгм. Сосын Ин ин жаңағы эцқ. ин жоқ. Жаңағы не паспортыңыз тіркейсіз. Аха. Біз жаңа ар жақтан паспорт алып келдік қой. Сол Иә, паспорт иә. тіркедік. Аса ондай не жоқ. Сол 9.000, сол главный сол паспорт тіркедік. Мгм. Жаңа Индерді ана неден сол сауалнамадан сұрады. аха. Сертификат алған кезде бір, енді бәрі жеңіл болды, мен азамат Иә, боламын деген үміт болды ма? иә. Әлбетте, ол сертификатыңызға қуандық қой. Ол 3 күн біздер үшін қалай өтті? Ананы күтіп, күнде кіріп, қазтесттен жауабын күтіп отырамын. Келе ме екен, не болады екен енді? Өттім бе екен, қалай не деп келеді екен деген сияқты. Келіп жаңа тұрғаннан кейін бірден қарадым, келіп тұр, уже шығарып алдым барып уже. Сразу сол күннің өзінде сразу түскеннен кейін шығып кеттім да барып бірден копия қылып Рамкаңызды алып қойған жоқсыз ба? соны шығарып алып ұрып жаңағыдай неге бардық қой. Қайтадан неге келсем, тоқта, бұл біткен жоқ, әлі сауалнама бар дейді. Енді сол қуанышыңыз қанша уақытқа созылды? Одан кейінгі қай кедергі және қай процесте басталды? Сол күні өткеннен кейін сол күні бардым ғой мен. Сол соңға бардым сол күні. Осылай өттім, міне мен деп. Мгм. Жоқ, тоқта, сен және сауалнама деген бар ғой деді. Сауалнама тапсыруың керексің деді, анкета. Ол не жоқ, қайтадан сонда дедім. Ол түсінбедім мен. Анкета деді. Анкета тапсырамын. Сол жерде бір қағаз алып мен толтырмақшы болдым ғой. Мгм. Қағазға толтырады деп ойладым. Иә. Алдыңғылар солай толтыратын еді қағазға. Алдын келгендер анкета толтыратын еді. Мен соны ойладым. Сөйтсем жоқ, ондай емес, ол мүлдем ондай емес. Ол migration сайт деген ашылған екен. Содан кіріп толтырып бүткіл жаңағы сіз айтқандай сол қайда оқыдың, қалай, қанша жұмыс істедің деген сияқты. Мгм. Жаңағы колледж оқыдың ба, институт оқыдың ба, бәрін бүткіл өзіңе тиісті жаңағы анкета бәрін толтырасың. Сондай не естіп қой. Кейін соны не қылып, кейін биржаға жаңағы әкімшілікке оны толтырдым. Мгм. Оларды да толтырдым. Қанша ұпай алдыңыз? Онда бізде де 400 ұпай еді сол кезде. 400 Мгм. ұпай алсам, проходной балл 400 деп жазылып тұратын еді. Аха. Одан өттіңіз. Сонда мен, сонда жаңағы бәрі құлап жатты ғой. Өте алмай құлап жатты. Сонда жаңағы мындан сұрадым, не болып жатыр. Әйелі немесе күйеуі тапсырса, бір-бірін тіркеп жіберсем, мысалы үшін, мен әйелімді бірінші тапсырып көрейінші саған дедім, кейін маған көреміз дедім. Әйелімді тапсырғызын, әйелім атынан толтырдым да, мен өзімді, екі баламды тіркеп жібердім. Солай қылып ақырындап барлығын толтырып келдік. Колледж оқығанын, соның бәрін толтырып келіп, сөйтіп ақырындап басып жібердік. Сонымен ол набрали жаңағы проходной балл деп шықты. Одан асқан қуаныш жоқ енді. Сол қуаныш кетті. Түн жарымда толтырғанмын еще. Және жаңағы
сол кетті, содан кейін 21 күн кемпі тексереді деді, 21 күннен кейін шақырады деді. Оффлайн немесе онлайн жаңағы не болады деді. Жаңағы сұрақ жауап болды, жаңағы жеңіл жеңіл. Қалай, не келдің, не үшін келдің деген сияқты. Собеседование. Иә, совещание болады деді. Соны күттім, 30 күн өтіп бара жатыр, 21 күн дегенде. Енді қайдан сұрағанын білмеймін, және жүрдім, 32 күн болды. Сол 32 күн дегенде мен жаңағы интернеттен, гуглден жаңағы шет жағасын білемін ғой, қайдан, яғни Павлодар ғой енді біздер жаңағы осы не бар, сол Павлодар жаңағы көш миграцион, соны жаздым, сөйтіп номерлерін таптым, звондадым, алмады. Кейін ақыры сол жаңағы номерлеріне звондап, кейінгісіне бір алды. Сол кезде айттым, аға осындай осындай 20, иә миграция, иә мен осындай осындай анкета тапсырғанмын, менде өтіп тұр, мен барып тұр, бірақ мен қазір біле алмай жатырмын қандай жағдай болып жатыр, тоқтап қалдым ма, әйтпесе атымен болып кетті ма, соны білмекші едім дегенде, ол кісі сұрады, аты жөнін сұрады, айттық, көріп берді, сол компьютерінен ба көріп беріп, сіздерде жаңағыдай осындай неуде тұрыпты, кембі тексеріп почти болып қалған, ертең біздерге келеді, біздер сол кезде сіздерді шақырамыз, осындай жаңағыдай совещание болады, өтесіздер содан деп. Қуанышта шегіп, жаңағы онлайн бірінші кезде басында онлайн не қыла саламын, барып жүремін ба, осы жаңағы 2 класстан сол павлодарға деп жүрген адам, ол аға ертең барайын ба, ертең барайын, жоқ өзіміз шақырамыз дейді. Иә, содан кейін жаңағы 3 күн өтіп кетті, ол 3 күн жаңағы өтпей өтті, ол звондамайды. Содан және звондадым бір ендігі апта, бір апта өтіп кетті уже. енді аға не болды, шақырасыз ба, не болды, жақсы ма бәрі? Мгм. Иә, иә, шақырып қалыңыз. Содан сіз айттыңыз, қашанға дайынсың? Мен айттым, бүгін біздер күнде дайынбыз, күнде сол документ ойлап жүрміз, Сақта жарты тұрмыз сағат, бір сағат. Иә, стартта тұрмыз. Содан сол ертесі күніне белгілеп шақырды азанда. Таксимен жетіп барғанмын ғой, сағат 10-ға шақырдым, қашан мен жоқ жоқ жоқ, обедтен кейін шақырды, 4-ке шақырды. Аха. Мен уже обедте шығып сол жақта жаңағы как раз жаңағы жаңағы бір су өткен ғой, ертіс па, соның жағасында екен, сол жақта екен, сол баратын Мгм. жаңағы несі адресіміз. Сол жақта отырды, сол паркке ұқсаған жері бар екен, асантай күтіп отырды, звондады өзі. Мен жазып жібердім ватсаптан, аға біздер келіп отырмыз, несі дайынбыз, қашан босатсаңыз шақырсаңыз біздер келе саламыз. Кейін өзі звондады, келе беріңдер деп. Бардық сонымен. Содан барып жаңағы жерге документтердің бәрін апарып беріп көрсетіп, жаңағы совещание болды, сұрады, не үшін келдің, өзіңді өзің қамтамасыз ете аласың ба, жұмыс істей аласың ба дегенде, қандай мақсатпен келдің, бәрінен жауап беріп өтіп, сол жерде бізге қағаз шығарып берді, сертификат. Шынымен де осындай осындай өтті, осындай осындай барлық неге алуға азамат, Қазақстан азаматы болуға құқылы деп сөйтіп жаңағы астынан жазылған ғой сонда да. Бұл қай Жіберген мекеме? Гүлнәр. Ау, Қандай мекеме, қай күні? миграционный ғой. Қалай? Павлодар миграционный. Павлодардың Миграционный. көші-қоны. Аха. Және қай айда? Апрель, май? Өйткені 30 күн күттіңіз ғой сіз. Иә, иә, мен апрельде тапсырған болсам, июньда алдым да. Жоқ, жоқ, майда тапсырдым. Апрель айында айдым. Аха. Апрель. Сол айда алдым ғой. Жақсы. Иә, 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 апрельде алдым, иә, иә. Мгм. Сосын Содан ана қуанып кеттік енді, келіп барлығы жол ашық қой енді деп қуанып келіп, жаңағы бірден келіп жаңағы ветнаға ұмтылған ғой мен. Ветна желісі болған еді, жаңағы өйткені пропискадан қиналдық біз қатты. иә. Жаңағы келген кезде жаңағы бір шекара асып келіп жүрдім. Россия жаққа. Құлындыдан өтіп келіп жүрдім 2 мәрте. Сонымен 3 ай болды, 90 күнге Толтыру үшін, иә? 90 күнді. иә, сода енді содан кейін жаңағыдай неге отырдым, жұмыс бабымен деп пропискаге. Оған адам қыдырдым. Мына жерде менің жаңағы менің ағайындарым бүткілі Теміртау, жаңағы ана анашымның не жағы, ағайын жақтары сол Шымкент, айттым ғой, Алматы жақ, сол жақта. Әкемнің туыс жақтары сол Теміртау, Астана, сол жақта. Ол жақтары жабық қой. Жабық болғаннан бара алмаған едім. Осы жерде, осы 2 класстың өзіне отыру керек болды. Осы жерден бір жиендеріміз болды, бірақ олар да вид на жительство болғаннан кейін тек қана азаматтығы бар адамның үйіне ғана пропискаға отыру мүмкін екен. Атында иә үй болу керек екен, Мгм. азаматтығы болу керек екен. Сөйтіп сол жиендеріміздің құдаларының үйін таптым. Сөйтіп жүргенде 18 күн уақыт өтіп кетті. Мен 2 күн қалғанда отырып үлгердім. Жүгіріп жүрдім, сол биржа мен миграционның арасында, соның арасында жүгіріп жүрдім. Өзім барып қойып жіберіңізші, не қылып жіберіңізші. 2 мәрте отказ келді. Әйеліме Отказ не үшін болды? бір мәрте. Ау, Отказ не үшін болыпты? Себебін айтты ма? иә, себебін айтты. Сол кезде жаңағыдай
иін жазуды ұмытып кеткенбіз сол ә, жұмыс беру үшін. яғни Иә сондай. детальный нәрселерге де мән беру керек, кішкентай нәрселерге де, Иә иә, иә ертең өздері иә, қиналмас үшін. олар қарайды, олар қарап сол кезде соглашение басады, шынымен де осы пропискаға отыруға рұқсат деген сияқты. Жаңағы дұрыс емес болса баспайды, отказ болу керек. Сіздің сол ВНЖ алуға алғаш барған күніңізде сізге қай мекеме, қандай адам нақты не деді? Бір жол көрсетіп, бір түсіндіру керек қой. Иә иә, сол кезде сол Мадияр деген жігіт болды. Мхм. Мадияр деген жігіт сол миграцияда істейді. Соған бар сол айтқанда олар айтты біздерде осындай приказ болып тұр. Короче жаңағыдай 1 жыл жұмыс істеп беру керек, пенсионный көрсету керек. Содан Мгм. кейін шотыңызда 5.710.000 ба қанша сондай, Сондай 5 талап. миллион, иә сондай счетта болу керек деген. Мен айттым осы июнь айында отырдым неге жаңағы РБП жұмыс бабымен прописка, ендігі жылы июнь айында келіп сол РБП-ға жаңағы 5 миллион шотыңызда 5 миллион көрсетіп сол кезде бірақ тапсыра аласыз деді. 5 миллион болса мен Дубайға кетпеймін ба деген жоқсыз ба? Иә ол 5 миллион үшін адам басына Саған. Адам баласы. Мысалы сіздің әйеліңіз бар, қызыңыз бар. Сонда 15 миллион болу иә керек шотыңызда. балам бар, иә 2 балам бар, бізде 20 миллион болу керек қой ең кемі. Ә, бірақ енді Түркиядан бір үй алып, сол жақтың азаматтығын аламын десең, мысалға міндетті түрде бәленбай мың долларға үй ал деген сияқты бір шарттар бар ғой басқа да. Бізде де енді соны кіргізіп жатқан сияқты ғой. Мхм. Сіздің реакция қандай болды? мен мен реакция ол жерде не істерімді білмей қалдым да, мен уже сол кезде айттым сол жаңағы сол бірінші жігітке да, Мадияр дедім, мен дедім сол жерде енді шыны керек кәдімгі жылағым келді кәдімгі, ана бәрін өтіп болдым деп қуанып келдім ғой енді, ана удар болды ғой, мен уже андай ойлаған жоқпын осындай менің бір несім бір қайтарым болады деп та, мен ойлап келдім уже болды тапсырамын деп ойлап келдім ғой. Өйткені жаңағы қиналып жаңағы пропискадан қиналып анаған шекара барып келіп күнде жүгір, 18 күн айттым ғой жүгірдім деп, жаңағыдай адам таппай жүрдім, кімнің үйіне отырамын, мен сұрастырып өтініш сенің үйіне отырайыншы анайын отырайыншы деген сияқты іздестіріп, үй жақтан да ағайындар іздеп бір біріне жаңағыдай Мхм. через деген адам іздеп кеттік қой енді. Сол кезде сол балаға жігітке айттым мен айттым келген кезде қуанып едім мен дедім, қатты қуанып мәз болып жүр едім дедім. Сол барған сайын қиындап барады ғой бұл дедім, бұл ешқандай бір жеңіл жаңағы бір не болып жатқан жоқ бұл дедім. Мынау енді 1 жыл қалай дедім, мен қазір дедім қара дедім, квартира төлеуім керек дедім, квартира арзан емес, квартираның бәрі 100 000 айналасы. 2 бала мысал үшін квартира төлеуге, мысал үшін күндік жұмыс істейсің, бірақ өкімет жұмысын алмайды ешқандай жерге. Енді ол сол жігітке түсіндіріп жатырмын ғой. Мхм. Ана жақта мен дедім қиналғаннан келген жоқпын дедім. Ана жақта дедім жұмысым бар дедім, мен жақсы айлығым бар еді дедім. Өзіме жараса дедім, үйім бар еді дедім, машинам бар еді дедім. Ана сен бар мысал үшін. Осы Қазақстан деп, Қазақстан үшін, осы қазақ болай жаңағы балаларым үшін, баланың келешегі, өзім сол қазақтан асып, өзімнің отаным ғой енді, осы отан ғой, осы арман деді, алдынан келуді армандайсың, бірақ енді сол келетін бір күн болады ғой бәрібір. Сол күні осы жыл нәсіп еткен екен енді. Солай деп келген кезде мынау енді болмайды деп неше түрлі соны айтқан кезде ол кісі айтты, ол сол жігіт айтты маған, мен енді деді менің қолымда болса қазір саған берер едім деді. Маған осындай бұйрықтар келіп тұрғаннан кейін мені де түсін деді. Ол да жігіт жақсы, молодец. Айттым иә саған ешқандай неме жоқ, просто енді ішімдегіні айтқым келді деп сол айтып жатырмын дедім, жаңағыда осындай бөгет болып тұрғанына дедім. Қиналып тұрғанда бір ішкі сырды жан Артынан айқай тыңдағанның өзінде жақсы ма екен, сонда жеңілдеп қаласыз ғой. иә иә тыңдап айтты иә. Сосын жаңағыларды айтты ғой бір екі жаңағы медицина керек, инженер, сондай. Мен айттым мен сварщикпін ғой, сварщик керек емес жоқ қарашы деймін оған. Неше Аха. бір 70 па қанша 40 па қанша нені айтты жаңағы. Мамандық Жаңағы иә керек. мамандықтарды айтты, сол кезде мен өзім сұраймын ғой. Хотя электрик жоқ қой, жоқ ондай нәрсе жоқ, мүлдем жоқ ондай. Мен айттым сонда біздер қалай керек емес па негізі, ажыратып шақырып жатсыңдар ма, оны және бір екі қинап жаңағыдай осындай сөздерді айтып жаңағыдай неге Мхм. ондай болып жатыр, неге біздер керек емес, неге біздер ондай дейді, неге деген сияқты енді. Жақсы. Енді бір логикалық қайшылықтар туындады, иә, осы жерде мынандай мәселе болады. Сізде егер ВНЖ болмаса ресми жұмысқа алмайды, дұрыс па? Мгм. Иә Ал жұмыс болмаса сіз жаңағы пенсионка оны көрсете алмайсыз. көрсете алмаймыз иә. Аха. Онда мемлекет сұрап отырған талапты орындау мүлде болмай тұр ғой. Иә ертең мен айттым, ертең дедім июнь айында, ендігі жылдың июнь айында дедім, мен 1 жыл Мгм. толды деп келсем дедім, сендер жаңағы зейнетақы пенсионный көрсет деп айтсаң дедім, мен қалай көрсетемін дедім, мен қайдан білемін дедім, енді
қайдан мен көрсете аламын сендерге, не доказать ете алмаймын ғой, енді қайда істедім қайда, мен жан жақты істеп жүрдім ғой. енді жұмыс жаңағыдай осы РВП-ға тұрғанынан біліп алады деді маған. Осы пропискаға тұрғанынан біліп алады деді. Мен айттым, мен түсінерсіз болып жатыр дедім. Мен білмеймін деді. Осындай заң осындай болып тұр, Нұрлан маған сондай айтты. Енді анық жауап болған жоқ. Ол олар айтты, өздері заң де осындай. түсінбей тұр ғой. Иә, заң осылай деді. Төбеден осындай заң келген, бізге осындаған деді. Бірақ Онда жарайды дедім. сіз де ол да түсініп тұрсыздар. Мысалға жаңағы алдымен ВНЖ ал дейді, Иә, бірақ ВНЖ алу үшін жұмыс істе дейді. Бірақ ВНЖсіз иә. жұмыс істеу болмайды. Болмайды, ше де алмайды. Енді мен ана группаларда жүрдім да, тұран көші-қон жаңағы мекемесінен жаңағы Шаймұрат ағаны естіп тауып алдым ғой группадан. Аха, Сол тұран көші-қонның бастығымын деп өзі бір жариялады сондай өзі. так. Сол кісінің жекесіне жазып бастадым. Аға осындай осындай болып жатыр деп, тап осы Гүлнара әпшеге жазғандай осы документ жаңағыларды жібердім, сертификаттарды мен бәрінен бүткеліне өткенмін, міне өттім, осылай алып тұрмын, менде осындай осындай деп жатыр деп. Сонда ол кісі айтты, өзі негізі деді, былай деді, вид на жительство беру керек деді. Вид на жительство бергеннен кейін деді, үш ай жаңағыдай жұмыспен пенсионный көрсетесің, сол кезде сен жаңағы жолақыңды 302 мыңнан көрсетілген жолақыңды аласың деді. 6 ай және пенсионный көрсетсең деді, сен квартирада тұрған квартираңды төлеп береді деді. Кейін 1 жыл көрсетсең деді пенсионный, содан кейін бір 7 миллион жаңағы квота бөлінеді деді, соны тастап берді. Ол сол нәрсе ғой ол деді. Олар негізі қателесіп тұр деді. Және барып қайттан бар деді. Мен және қайтып бардым, дәл сондай жаңағыдай сөз болды. Содан қайтып шығып кеттім. Ол кісіге қайттан айттым, сосын осындай болды, және солай сондай әңгіме болды, тап сондай әңгіме болды дедім. Ол кісі түсінбеді. Так. Қазір мынандай нәрсе, иә, бір картинасын жасасақ, Қазақстанда қазір 6-7 облыста белгіленген аймақ. Алматы облысы, Шымкент, оңтүстік Қазақстандарға берілмейді қазір қандас мәртебесі, иә, азаматтық та берілмейді, ол жаққа виза да берілмейді. Сол үшін осы солтүстік өңірлерге, шекаралық аймақтарға бару керек, еңбек жаңағы мәселесіне байланысты. Сол жаққа барсаң визаны береді және 5 жылдан кейін азаматтық береді. Тіпті жақсы жұмыс жасап жатсаң 6-7 миллион теңгеге шейін квота беріледі деген ақпарат бар, заң бар. Соны естіп алдыңыздар да сол өңірлерге, Павлодарға мысалға келдіңіздер. Енді құжат өткізіп сөйтейік десек, емтихан, тест, одан кейін сауалнама, сөйтіп бірінің үстінен бір процесстер келе берді. Яғни ол сіздер ойлаған сияқты оп оңай болған жоқ. Немесе қолдан келгенше жасайын десек, және түсініксіз болып тұр ма? Иә, сол тупикке болып тұр ғой, жаңағыдай ешқандай жол жоқ қой, мысалы. Тупик қой ол. Жаңағыдай бір-біріне мүлдем сай келмейді ол нәрсе. Мен негізі айта беріңіз. Иә, негізі өзі енді ағайындар Теміртауда ғой. Теміртауда жабық болған екен, осы жерге қарап келдік. Теміртаудың өзінде жабық ондай жоқ, иә? Иә, Теміртау мүлдем адам қабылдап жатқан жоқ. Енді жаңа бір WhatsApp-тағы сөздеріңізде уақыт өтіп жатыр. Мен қызым мектепке барады деген екенсіз. Оқушыларға виза беріліп жатыр ғой негізі. Менің қызым 1-ші классқа барып 6 жаста осы жылы. 1-ші классқа бастау керек. Енді егер бір мектеп оқып келген болса, ол сразу алады екен. Егер 1-ші класстан бастап енді 1-ші классқа барып осы жерге келіп 1-ші классқа баратын болса, 1-ші сыныпқа баратын болса, ол кезде жаңағы неге шығу керек? Жаңағы интернетте болу керек, базадан шығу керек екен. Біздер базаға қоюымыз үшін базадан біздің балаларымыз шықпай жатыр. Базаға қоя алмай жатырмыз біздер. Мен сол қандастықта сол егов порталынан оқыған кезде қандастықтың жартылай Қазақстан азамат деген сондай нелерді оқыдық. Қандастығы бар адам. Қандас деген сондай мәртебе екен. Қандастығы бар да медицина тегін деп көрсетілген. Сонда мен медицина жаңағы неге бардым. Өзімнің жаңағы тұрып жатқан микрорайондағы жаңағы емханаға. Сонда ол жердегілер айтты, сіздің қызыңыз деді базадан шықпай тұр. Мен базаға шықпағаннан кейін бізде сіздерде ешқандай медосмотр өткізе алмаймыз деді. Мектепке барсаң медосмотрдан өтіп базаға кірді. Біздерге де жаңағыдай өтініш жібер дейді, біздер қабылдаймыз. Медосмотр өтіп келесің, сол кезде балаңды аламыз мектепке деп жатыр. Енді бала базадан шықпайды. Енді сол андан-мұндан сұрастырдым. Балалардың туу куәлігін алмастырсаң базаға кіреді деген естідім мен. Так. Жаңағы Рудныйда Гүлнара деген апай бар, осындай блог жүргізіп жаңағыдай қандастардың жұмыстарымен шұғылданатын өзінің жеке несі ғой.
иә, сол кісімен сөйлестім, осындай осындай болып жатыр, мен қалай қылсам осындай жолын білесіз бе деген сияқты. ол кісі соны айтты. Мен содан жаңағы цон бардым, сондағылар маған ЗАГСқа жіберді. ЗАГСке бардым, ЗАГСқа айтты, болды, барып сондан барып маған документтерін жіберіңіз, мен сіздерге 2 күнде 3 күнде жаңағы дайындап жаңағыдай базадан шығаратын қылып жаңағы беремін, бұл куәлігін алмастырып беремін, сондан барып алып кетесіздер деді. Мен қайтып цон-ға бардым, цон-ға барып барлық документтерді жаңағыдай беріп ұсынған кезде олар айтты, баланың база қабылдамай жатыр, бала бол, короче, осы сендер вид на жительство жоқ, ешқандай да туу куәлігін алмастыра алмайды деді. Мен сосын шығып кеттім. Шыққаннан кейін және гүлдана жаңағы әпшеге хабарластым, осындай осындай деп жатыр дедім. Жоқ, біздер де алмастырып жатырмық қой біздер деді. Сосын мен қайтадан кірдім, мен айттым, мынде рудныйда алмастырып жатыр екен ғой дедім, болып жатыр екен, неге сіздерде болмайды дедім. Мен кетемін, мен қалай қылайын мен қазір, мен дедім, балам дедім, біреуі балабақшаға бару керек, біреуі мектепке бару керек, екеуіне де жаңағыдай иә медосмотр өте алмаймыз, иә бір өтініш тастай алмаймыз, қазір бәр нәрсе жаңағыдай интернеттен болып кеткен, база болып кеткен, ешқандай ауызбіршілік жазбаша ешкім ешкімге қабылдамайды. Сонда ол айтты, маған енді бұл несіне жаңағыдай айтып тұрсың, мен білмеймін деді, енді ол сенің проблемаң дегендей сондай сөздер не қылды. Кейін айтты маған, ондай болса рудныйға барсайсың деді, сол жақта сондай қабылдау жаңағыдай осындай туу куәлігін алмастырып жатқан болса деді. Сонда менде ой келеді ғой, сонда Қазақстанда заң әр жерде әртүрлі ма сонда, Әр облыс, барлық жерде әр бірдей аудан. ме? Бәр облыста әртүрлі екен да сонда деді. Ашуланып шығып кеттім, мен не қыламын, одан кейін қайтып еш жерге барған жоқпын. Мен мектептердің өзінен барып өтініш қылдым, мен айттым, осындай осындай қызым ауыс ай болып жатыр, ешқандай бір мектебінің тәйін жаңағыдай қарасам анық бір жерге барады, қайсы мектеп екені анық жоқ. Осы қыздар мектебі деген 25-ші мектепке келіп өтініш қылдым директормен, осылай осылай бізде сондай жағдай болып тұр, ешқандай еш жерге нөдеге базаға да кіргізе алмай жатырмын, сонда мен нөде медосмотр өткізе алмай жатырмын деді. Сонда түсінген жақсы кісі екен, әйел кісі екен, қабылдады, болды деді, алып келіп оқи берсін деді, қабылдаймыз деді, ертең вид на жительство алып құдай қалап жаңағыдай болсын осы документтермен тоғылай саласың деді, базаға кіргізіп базадан тастап өтінішін қабылдап медосмотр тапсыра саласыздар деді. сөйтіп шешіп алдым, өтініш қылып не қылып енді. Яғни енді қызыңыз үшін алаңдамайсыз. Иә, енді аңғардым. Ал бірақ сіздің виза белгілі бір уақыт бітіп қалса қалай болады? Мен ноябрьге дейін жоқ, енді бітіп қалса қайтадан создыру керек негізі, создырса Қалай болады создырайын деп дейді. тұрсыз енді? Менде виза емес қой, өзбекстандықтарда виза емес, біз РВП жұмыс Бір шығып бабымен деп. келсеңіз болды, иә? жоқ жоқ, біздер шықпаймыз, осы жерден тұрып жаңағы налогын төлеп ақша төлеп жаңағыдай налог, Мына страховка. Қытайдан келген кісілерге ұқсамайды ғой, иә, иә. Мгм. Біздердікі басқа. Біздерде Жақсы. бір жылға осылай неге отырады, РВП деген жұмыс бабымен деген осындай неге пропискаға отырады. Жақсы. Ол дұрыс болыпты. Енді жаңа қиналып медициналық көмек те ала алмай қызыңызға құжат жасаймын деп мектепке қалай қабылдатамын деп жүгіріп жүріп уайымдап жүрген кезіңізде қызыңыздың бір сізге деген сөздері немесе ол баланың көзқарасы қалай болды екен? Ол түсінбейді ғой, ол енді үйде болды, мен өзім жүгіріп жүрдім. Аха. Ол да енді М. қызығып жүр, мектепке бала қашан барамын, қанша ұйықтасам барамын, неше минут ұйықтасам барамын деп. қазір енді сол 20 күндей қалды, өткенде айтты, Санап 20 жүр ма минут ұйықтасаң уақытты? барамын. иә, уақыт санап жүр, ол мектепке қызығып жүр, ой еще мектепті көрсетемін оған, міне мына қызым мына мектепке барасың сен ертең, ал жаңағыдай достар Қазақ арттырасың деп. Мен мына жерде иә, қазақ қыздар ана жақта деген өзбек қыздар еді достары, м. солармен ойнайтын, қазақ қыздармен ойнайсың, дос болатын деп. Кеше осы жерге келгенде жаңағыдай ақылы оған қосымша осындай үйрену жаңағыдай несіне жібер, сабағына бердім. А, частный не ғой енді, үйретеді мектепке, жаңағы мектепке дейін даярлық деген не ғой енді. өйткені біздерде ана жақта Өзбекстанда 7 жастан ғой, олар а, ешқандай әліппе танымайды, ешқандай дайындық жоқ еді. Сол үшін мен қызыма уайымдадым, мен қызым иә, қызым дайын болмай бармасын, артта қалып қоймасын деп, мен осы жерде бірден кейіннен сол апрель айынан бастап, апрельдің басынан бастап сразу соны үйге беріп қойдым мен. Соны жақсы. жасын жерге оқытып, танытып, бәрінесін. Қазір құдайға шүкір есептерді шығарып, жаңағы әліппелерді жаңағыдай жаттап оқиды. Аз бес алты сөздерді кәдімгідей Нұрлан дегенде оқиды. енді үлкен Алмұрат дегенді оқи алмайды, бірақ сонда 5 сөз 6 сөз оқиды кәдімгідей. сөйтіп Е- әрекет етіп. Ертеңіне үлес қосатын азаматша болсын, білімді, ғылыми бұйыртсын иә. соған. Енді әке ретінде өзіңіз қалай сезіндіңіз сол кезде? Жаңағы басында шешілмей тұрған кезде. Қызыңыз үшін, құжат үшін жүгіріп жүргенде, оқытылып шешілмей тұрғанда. иә, әйелім екеуміз соны айтып жүрдік, қалай қызымыз қалып кете ма. айтады, кей кезде бір бірімізге жаңа айтамыз, қойшы ана жақта 7 жастан еді ғой, ендігі жылы бара салға дейміз да кейін тұрып, және
қой қатарынан қалып кетіп жатыр ғой, ертең ол деген барады, және бойы да енді бойы сәл сиректеу, ірілеу да. Мгм. ертең деген қатарынан ірі болып жүреді, жаңағы орнында қалып кеткен бала ұқсап, жаңағы орнында қалып кетеді, баяғыда қалдыратын еді ғой Иә, иә, жерде, иә. жаман көрген. Солай болып кетеді деп қызымды уайымдап, қызым ертең маған, папа мен неге әкешім мені бір жыл кеш бердің, мен мынандай масқаттап жатыр деген сияқты сөздер бола ма деп уайымдап барғым келді. Солай бір нелер айтып жүрдік бір бірімізге. М. Күйеу ретінде жарыңыз, әйеліңіз кеттік қайтайықшы деген пікірлер, эмоцияға қалай жауап бердіңіз? Ондай болды. Енді әйел кісі ғой, енді әйел Иә, кісі. иә. Иә, кәдімгідей жаңағы кешқұрым бір отырасың ғой енді демалып жаңағы. сол кездерде балалар ұйықтайды, сол кездерде бір айтты, барлық нәрсеміз бар ғой қолымызда, ақшамыз бар, үйімізді сатқан ақшамыз тұрыпты, барып қайтадан үй алып сол жерге қайтадан балаларымызды беріп, барлық нәрсемізді жаңағы барсақ сұрастыр, енді бәрі сұрастырып алды, біліп тұр ғой біздер ана жақтан ешқандай жерден шығып кетпеген, біздер барсақ сразу қолымызға қайтадан документтерімізді береді, Мгм. ешқандай да документтер алмаймыз әйтеуір ағайындарымыз дегендей. Өздерінің әйелінің өзінің үш апасы бар сол жақта туған, әке шешесі сол жақта, бір ағасы бар сол жақта, соларды тастап келіп еді ғой енді. Мгм. Менің өзім туған біздер екеуміз, туған інім бар сол жақта, әке шешем сол жақта. Сонда бәріміз әке шешемізді, туғандарымызды тастап жаңағыдай біріншілерден көшіп келдік қой енді. Семьяда әйелім мен өздеріміздің семьямызда, жаңағы жанұямызда біріншілер болып көшіп келдік. Ә, Олар да айтып ақыры жақсы барыңдар, сендер жайғассаңдар, документация жаңағы нәрселерін бәрін үйреніп әйтеуір сол не қылсын, ертең бізге барғанда жәрдем бересіңдер, жол жауап көрсетесіңдер деп, біздер де иә деп. Қазір де айтады енді, көп жаңағыдай документациямен шұғылданып жүрсің ғой енді, ертең біздер барған кезде уақыт бар. көрсетесің деп. Былай тәжірибе болып қалды ғой, иә? Иә, тәжірибе болып қалды. Сосын жаңағы әйелім айттым, қой ондай қылма енді. Сонша жерден көштің, 3 000 километрден аса келдік мен өзім. Күзеткеден ал өте алыстан келді. Енді көшіп қону деген де оңай емес. Қазір сен қайтып келдің, қанша қаражат, қанша барып неғылуың бар. Ол сен сатқан үйге қайтып ол үйіңде ала алмайсың. Және үстіне қосып дегенде енді неше түрлі жаңағыларды ойлап мен айттым. Ең бастысы кетпеу керек осы жерден. Енді жаймен жаймен аллаға шүкір болып жатыр ғой, міне қандастыққа дейін алдық та. Қандастықтың алдында сол сөздер болды, енді анкета тапсыра алмай жүрген кезде ешқандай бір жаңағыдай болып сұрастырып не қылып қиналып не болып кетті деген сол кездерде болады жаңағыдай. Мен бірақ аса андай бір болды кеттік деп ондай бір Мгм. 100% таянып тұрып алған жоқ қой, бірақ жаңағыдай мені көндермекші болды жаңағыдай. Не кете саламыз ба, не қыламыз, мындап кеттің ғой, сен күнде үйде болмайсың, әйтеуір бітпей келеді жұмысың. Шаруалар. Иә, иә, әрі емес, иә, бері емес қой, кете салайық деген Мгм. сияқты. Анаяқтан да сол мамасы, енді қыз баланың бәрі, қыз бала өз мамасына сөйлеген кезде олар да келе салыңдар енді деген ба енді. Сондай болған енді, бірақ үйіндегілер өзің білесің деді, қаласаң кел деді, қаласаң деді өзіңнің жағдайың өзің қара деді. Мгм. Сол жаққа рұқсатын алып кеткен едім, қаласаңыздар мен кетпеймін, егер қаласаңыздар мен осындай кетпекшімін, егер жіберсеңіздер мен кетемін, егер жібермесеңіздер мен жоқ кейін барамыз ғой балам десем, ол қаламын деген еді, жоқ өзің білесің деген еді да. Дәл сөз өзі және айтты, қаласаң деді кел деді. Балам өзің білесің деді. Папам сұрадым, мен сұрағанда жаңағыдай осындай осындай болып жатыр, не болсам екен деп ойланып жүрмін енді өзім деп. Сол кезде сондай уақыттар болып қалды. Мгм. Қазір жаймен жаймен болып жатыр. Енді бір сол жаңағы вид на жительство ғой қинап тұрған қазір. Да. қандастық алып алдым. Мен осы Ага. келгендерден мен біреу болып тұрмын ғой. Басқа Ага. мүлдем осы ортада мен естіген жоқпын қандастық алғанын. А, Біздер сияқты осы иә, март енді апрель айында көшіп келіп. нұреке, сіз қандас мәртебесін алғансыз, бірақ оны жұмыста бір пайдасын көре алмай жатсыз, денсаулық сақтауға да бір әсері болмай жатыр, ВНЖ алуға да көмектеспей жатыр, иә? Сонда сіздің ойыңызша қазіргі таңда қандас мәртебесі нақты қандай көмек береді, қандай статус екен, бұл қандай мәртебе екен? Мен соны түсіне алмадым. Мен бірінші кезде мәз болып қандастық алсам болды, жаңағыдай оқығанмын ғой жаңағыдай. Қандастық деген қазақстанның жартылай азаматы деген не қылады енді, жаңағыдай медициналық көмектер, жаңағыдай осы медициналық нелер тегін болады деген нелерді. Олар ондай нәрсе болып жатқан жоқ. Мен миграцияны барған кезде соны айттым ғой. Менде мына қандастық алуға ешқандай пайдасы жоқ қой, ешқандай пайдасы болмай жатыр дегенде, жәрдемақы аласың ғой деді маған. Сол пайдасы бар ғой деді. Мен айттым жәрдемақыға мен бардым дедім. Биржаға бардым, сонда маған айтты, сен қазір тапсырсаң деді, сол квотаға тапсырсаң, сен квотаң шығады деді. 7 миллионың шығады деді, бір аптаның ішінде, иә, бір аптадан кейін ба, 10 күнде ма, 10 күннің ішінде шығады деді. Сен сонда деді, саған деді, жаңағы жол ақыңды 302 мыңнан тастап береміз деді. Кейін квартираңды төлеп бастаймыз деді. Бірақ деді, сен осы жылдың ақырына дейін сен вид на жительство ала алмасаң деді, сен ана 7 миллионды егер өзіңе жаңағыдай
не десем бір үй алады енді береді ғой 7 миллион шығып тұр менің атымда тұр аулада тұр кәдімгі менікі ол бірақ мен оны ала алмаймын өйткені витна жоқ мен деген атыма үй рәсімдей алмаймын витна жильством жоқ егер осы жылдың ақырына өтсе ендігі жылы өтсе жаңағы 7 миллион күйеді екен сондай сөз естігеннен кейін мен жарайды дедім да онда мен қоя салайын деп жаңағы витна жильство алғаннан кейін бір ақ келемін деп кетіп қалдым содан кейін қазір жақында жаңағы заң шыққанын жаңағы естіттім 3 айдан кейін жаңағыдай пенсияны көрсетсең жаңағы жолақың беретін болыпты 6 ай көрсетсең квартираны төлеп беретін болыпты 1 жыл жаңағы пенсияны жұмыс істеп көрсетсең жаңағы 7 миллион жаңағы квотаны беретін болыпты енді ол деген оны көрсету үшін витна алу керек витна жильство бермей тұр витна жильство айтып отыр сен жұмыс істеп бер 1 жыл деп енді түсініп болмайды қандай не қалай қылу керек екенін квота сізде былай ауада тұр, бірақ оны қолдана алмайсыз, иә? Егер иә енді мен квотаның өзін тапсырсам осы жыл пайдаланбасаңыз, онда ол сіздегі баланстан күйіп кетейін деп тұр ғой тағы да. иә егер мен тапсырсам алсам мен Мхм. әлі тапсырған жоқпын ешқандай маған шығып тұрған жоқ бірақ тапсырсам шығады екен деп еді одан кейін бірақ заң өзгеріп кетті деді ғой жаңағыдай 1 жылдан кейін беретін болыпты ғой енді мен ол кезде сол июнь айында иә сол апрель айында сұрағаным ғой май айында сұрағанда солай айтты майдан кейін осы июнь айында өзгеріс шыққаны жаңағыдай 1 жылдан кейін беретін болды жұмыс істегеннен кейін Мгм. 1 жыл жұмыс істеп беретін пенсияны көрсетесің содан кейін бірақ беретін болды Аха. Енді шенеуніктермен немесе жауапты қызметкерлермен, мамандармен байланыстар қалай болды? Осы мәселені бір шешу үшін қанша мекемеге бардыңыз қазір бір ойлап санасаңыз? Әлі де шешілген жоқ қой кей нәрсе, негізгі нәрселер. иә шешілген жоқ енді қайда барарымды білмеймін енді интернет желісінде жазып жатырмын Мгм. жаңағыдай заңгер ағамыз бар астанадан жаңағы бурахан аға ауыт ағалар сол төртеуі жиналды ғой жаңағы әлем деген жаңағы алматыдағы бір ағамен сол студия әлем өзін басқаратын сондай көші қонға жәрдем таким пацан Бар ма? соның бір аға бар заңгер аға бар ғой сонда отырды Мгм. сол кісімен сөйлескенде сол кісі де сол жаңағы шаймұрат ағаның айтқан көші қон астана көші қонын бастаған шаймұрат аға айтқанын айтты ғой сенде жаңағыдай осындай лицензия тапсырсаң болады негізі жаңағы 1 жыл жұмыс істеп беру деген жаңағы квота алу үшін сенде қазір осындай нәрсенің бәрін алған болсаң бөгет жоқ деді бірақ ол кісі жаңағыдай келуі ақылы болды келіп маған осындай мен барамын деді бірақ ақылы болады деді Сізге келіп сонда шешіп беру ма, сізге алып беруді айтып отыр ма, ақылы болады деп әлде кеңес? иә келіп енді шұғылданамын деді алып беремін шешіп беремін мындай деп келіп жұмысыңмен шұғылданып сол сенің жұмысыңмен айналысып көремін деді Яғни шешіп беремін деді. иә Қанша шешуге сумма әйелдерді деді? көремін Қанша сумма айтты, мысалы еңбек ақысы қанша болады? мен мен бірақ суммасын сұраған жоқпын сразу сол кезде айттым аға мен дедім қазір дедім күндік жұмыс істеп жүрміз дедім мен март айына келген болсам 4 ай мен 2 айда уже мен 2 миллионнан әрі ма қанша теңге осы теңгемен да сондай мен уже жинап келіп запасымен тұрған ақшамның бәрін істетіп уже қазір күндікті жүріп жаңағы квартирадан төлеп жатырмын Мгм. жаңағы оқуға бердім дедім ғой Барлық. жаңағы ақылық жаңағыдай мектепке иә соларға кетіп жатыр менде бір артықша андай қылып бір не қылатын ондай немем жоқ ешқандай соған байланысты сізге шақыра алмаймын сізді деді Не деді сөйтіп едіңіз? жарайды онда мен деді жаңағыдай бір жаңалық болса айтамын саған деді осындай байланыста не қыламыз деді жазамын мен саған деді осындай жаңалықтар болып жатса ашылып жатыр деген сияқты бір жақсы жаңалықтар болса айтамын деді жарайды деп сонымен тауыстық Ал дәл осылай проблемаларыңды шешіп берем деп, мысалға кейбір WhatsApp-тағы, интернеттегі сөздерге байланысты визаларды алып берем, азаматтық алып берем, осынша ақша берсең деген бір алаяқтау, мошенниктеу адамдар хабарласқан жоқ па? ондайға жолыққан жоқпын да мен бірақ интернетте неше түрлі жаңағы осындай заңгер не деп осындай инстаграмнан таптым соларға жаздым бірақ олардың көбісіне ответ келген жоқ Мгм. жауап келген жоқ Ал жаңағы барған мекемелер біріншісі екіншісіне сілтейді, иә? Ол жаққа барасыз, ол ананы айт дей ма? Қалай болып жатыр? иә менде сол үшін жаңағыдай мына жақта жаңағыдай бала шаға асырау керек жаңағыдай күндік жұмыс былай былай жұмыс енді күндік болғанда бір күн істеп кетіп қалмайсың ғой сосын сол жерге барып тұрақты істеп сонда не қазір. болсаң 2-3 күн жоқ болып кетсең ол жерден шығарып жібереді сені басқа біреу келді деген сияқты мен типа барғаннан кейін айырылып қалғым келмейді ол бір нәрседен сондай ақ сол жағын да ұстау керек болып тұр да сол жаңағы финансовый жағын да ұстау керек болып тұр ал мына жақта құр жаққа жүгіру керек болып тұр екі жақта жүгіру керек болып тұр ғой сол үшін мен андай бір жақтарға баруға қол тимейді жаңағыдай бара алмайсың жаңағы байланғасын сосын мен жаңағыдай осындай телефонмен звондап жазып дегендей жарайды бір жаңағыдай осындай көші қонға байланысты жермен хабарлассам
Мхм. сонда ол кісіге звондап осындай осындай мен жағдайымды айтпақшымын, сондай көші қон ғой енді былайынша Көші-қон қандастарға қызмет. басқармасына хабарластыңыз. иә енді қай жер екенін айтпаймын енді былай. Сол қандастарға қызмет деген сол не ғой, соларға хабарласқанда сол жаңағыдай ашып айтып отырмын ғой. Осындай осындай тесттен өттім, анкетадан өттім, енді қандастарыммен витне ала алмай жүрмін десе, мен не қылайын дейді, маған не дейсің еді дейді. мен айттым енді ойбай дедім да, не дерін білмей қалдым. Жаңағыдай неден бір күтпеген жерден не сөз болды. Не істерін білмей тез Сол тез айт дедім. жауаптадан шешеді деп ойладыңыз органдағы. енді енді шешпесе де бір жолын айта ма енді, сенде мынандай, сенікі дұрыс, мынандай нең бар, или қазір осындай болып тұр нұрлан, шынымен де осындай деп мен бір, я тоқтатады, я болмаса ана жаққа бар дегендей, я болмаса тоқтап күтіп тұр деген сияқты бір жауап аламын деген ғой, әрі берісін деген дейді енді. Содан кейін мен айттым, жарайды аға дедім, онда бір неден ватсаптан жазамын деп, жаңағыдай сол кезде де бір сәл желі жаңағыдай болды. Содан соң әңгімеден кейін де сәл үйге связь. Қатты сөйледі ма сізге? Ондай қатты сөйлеген енді бір асып тұр ма, может, енді мен білмедім, бірақ солай жаңағыдай не қылып, мен маған не дейсің енді деген әңгіме болды сондай. Сол кезде уже болды, иә жарайды дедім. Ана бір не қандай болған екен, қой деп сол ватсаптан кейін жаздым. Иә, ватсаптан жаздым. Ондай бір ондай нәрсе бар ғой, бір жылдың, иә деді да қойды. Қайсы бір жылда айтып отыр, ол жаңағы мен айтып отқанымды түсінген де жоқ ол. Егер маған осындай айтып отыр, ол бір жыл негізі квотаның бір жыл деген сияқты бір түсіндіріп берген жоқ, ешқандай бір не болған жоқ. Содан кейін енді қазір, короче, ешкім ешқандай бір не беріп отқан жоқ ешкімге. Ешкім шеше алмайды да, Сізді ешқандай бір тыңдап, нәрсені нақтылап айта алмайды. сізді тыңдап, шешуге тырысқан бір әр мекемеде бір қызметкерлер болған жоқ па? Жоқ, ондай жоқ екен бұл жерде. Мен ойлағам жаңағыдай, ана интернеттен көретінмін ғой, Бурахан деген жігіт бар ғой, мен қатар енді ол жігітті. М. Сол жаңағы Павлодар жақта сол келгендерді күтіп алып, өзі жаңағыдай түсіндіріп бірге жүріп, жаңағы прописка мәселесі ма, жаңағыдай не болады, жаңағыдай квота мәселесі ма, мысалы үшін жұмыс жағы ма, мысалы үшін бұл жақта мүлдем ондай нәрсе жоқ. Тек сол осы жерде байқағаным, сол Павлодарда сол кісі, сол жігіт бар екен, болды. Басқа ешқандай жерде ондай күтіп алып жаңағыдай қылатын негізі. Енді именно бірақ осы ондай екі баста жоқ екен. Мхм. Жақсы. Сондай деп ойлаймын, сондай деп ойлаймын. Енді бұл жаңағы басынан бері айтып жаттыңыз ғой. Сол жердегі бір-біріне қарама қайшы бір жауаптарды, логикалық қайшылықтарды бір қысқа нұсқа бір айтып түсіндіріп берсеңіз. Жаңағы сол вид на жительство ғой. Біздерге вид на жительство берсе, біздер жұмыс істейміз. Бір жыл жұмыс істеп беру керек па, 2 ма, 3 жыл істеп беру керек па, оған жұмыстан қашпаймыз ешқандай. Осы жұмыс істеп, осы жерге жаңағыдай балаларымызды оқытып, балаларымызды жақсы оқуларға беріп, осы жерде таңдап гимназия мектебіне беріп жатырмын қызым, мысалы үшін. Жаңағыдай жақсы оқысын, жақсы нелер болсын, ешқандай неше түрлі кружоктарымен дегендей, енді жақсы жаңағыдай мемлекетке үлесін қосатын, жаңағыдай осы жақсы үлкен бір білімді бір не болып жетсін деп. Сондай ақ мен өзімізді мысалы үшін қазір қараңыздар, осы жерге машина алсам да, үй алсам да, мысалы үшін осы Қазақстанға беремін ғой сол ақшаны, мысалы үшін. Мен осы жерде жұмыс істеп, мен Өзбекстанға тасып кетпеймін ғой, мысалы үшін. Ол мен осы жерде жұмыс істедім, осы жерге жұмсаймын ғой мен. Бала шағама жұмсаймын, өзіме жұмсаймын, мысалы үшін. Ағайын жума осы жерге жұмсаймын ғой мен. Вид на жительство білмеймін не үшін солай беріп жатқан, сондай тозықтар болып тұр да, вид на жительствода вид бермей жатқан, сол вид бермей бір жыл жұмыс жаңағыдай пенсионный көрсетесің дегеніне мен түсінемін. Сол бөгет болып тұр, ең үлкен бөгет сол. Видно берсе болды ғой, мысалы үшін видно беріп, я болмаса бір андай бір жұмысқа кіруге бір рұқсат дегенде бір қағаз ба, бір қолға бір нәрсе берсе, любой жерге сен жұмысқа бар, осыны алады сен, алмаса бізге звонда деген сияқты хабарлас деген, ондай нәрсе де жоқ. Ешқандай жұмыс жоқ болғаннан кейін жан жақтан да сондай. Вид на жительство тек қана жұмысқа емес қой, көп нәрсеге зиян тиіп жатыр. Мына балаларымыз, қазір мен балаларым мектепке келістім, бардым, бір ауызбаша сонда болып тұр, тек қана атына ғана мектепке оқып тұрады, бірақ біздерде ешқандай баламыз базада жаңағыдай мектептің атында тіркеліп тұрған жоқ. Ол осы жылдың ақырына дейін біздер жылына бір мәрте жаңағыдай медосмотр өту керек қой. Осы жылдың ақырына дейін біздер медосмотр өтіп көрсетуіміз керек ол мектепке. Ондай болса болмайды. Енді оны қалай қыламыз білмеймін ертең. Балам балабақшада ойнайды. Балам сол үшін медосмотр өтпесең қабылдамайды садик, балабақшаны. Олар да айтады, бізде де заң бар дейді, медосмотр өтуің керексің. Мен балаң ауру ма, басқа ма білмейді олар. Сен соны анықтама алып келуің керексің, осы өтіп болсын, шынымен де ауру емес ешқандай. Сап деген сияқты. Енді оны алып келе алмаймын ғой мен. Алып келе алмағаннан кейін, бетаншылық болмағаннан кейін мен сол емхана барған кезде де жаңағыдай сол регистрацияда отырғандар жаңағыдай айтты, вид на жительство болмаса ешқандай базадан да шықпай жатсың, ешқандай сен өткізе алмаймыз. Содан кейін солар мен қайтадан жаңағыдай
енді қалай болады, енді мен міне қандастығым бар деп жаңағыдай талпынғаннан кейін олар павлодарға аттанды. Павлодармен сөйлестім, сонда ол жақта сондай видно болмаса болмайды. Содан сол айтқаннан сол сөз ескеннен кейін мен қайтып кеттім. Одан кейін қайтып онда жүрген жоқпын. Сол вид на жительство болып тұр ғой, қай жерге не істемекші болсаң вид на жительство, жұмыс істемекшісің вид на жительство, мысалы үшін балаңды бір жерге бермексің вид на жительство, қайда барсаң вид на. Ол нәрсенің бірақ бір болмағаннан кейін сол Мгм. жағы қиын болып тұр. Тек вид на жительство жағы қиын болып тұр бізге. Бұл мәселе тек сіздің басыңыздағы мәселе емес. Сіз сияқты Өзбекстан келген азаматтар бар ма? Өзбекстаннан келіп осылай қиналып жүрген, тіпті қандасты да ала алмай Иә, жүргендер. иә, 15 шақты жанұя бар. Ол одан да мүмкін көбейген шығар. Өйткені біз бірінші кездерде жаңағы тест тапсырып, анкета тапсырып жүрген кездерде көп бір бірімізбен хабарластық. Бұл кезде біздердің ақшамыз болды. Жаңағыдай жұмыс андай бір ешкім жұмысқа жатып кеткен жоқ. Ақшамыз болды жанымызда. Соларды істеп тұрдық. Одан кейін уақыт өте бір екі ай, үш айға таяған кезде барлығымыздың ақшамыз бітті. Сол кезде қазір бәріміз жан жақты жайылып кеткенбіз. Ақша тауып жүрміз жаңағыдай. Ә, Квартира төлеу керек. Оның Оған өзі қарайтындай мүмкіндік болмай қалды ғой. қазір енді анығын білмеймін, бірақ келіп жатқандар да бар екен. Бірақ Мгм. ауыл жақтан да хабарласып жатыр, жұмыстан жаңағыдай шығып уже үйін де даже сатып өзінің үйінде өзі квартираны тауып тұр сол Өзбекстанда, мен Қайтып білетіндерден. барғандар ғой. Жоқ, жоқ, келе алмай тұр. Олар келеміз деп ойлаған, осындай осындай Сатып нені жіберген. естігеннен кейін. Иә, 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 түсіндім. келемін деп сол кезде жүгін қайтып түсіріп алдым деп те жазғандар болды маған. Енді жаңағыдай группаларда мен жазып жатырмын ғой, мен өттім, мынандай қылдым, мен мынандай болады, мынандай барған, мынандай болды, бүкіл айтып жатырмын ғой мен енді. Мгм. Сол кезде солар маған жазып жатыр, сен қалай өттің деген сияқты. Я болмаса сізде қандай бар дегенде мен сондай жұмыстан шығып үйімді саттым, енді мен шығайын деген кезде осындай бөгет болып тұрғаннан кейін мен тоқтап тұрмын. Ана жаққа барғаннан кейін мен қаңғырып қалмайын деп тоқтап тұрмын. Қазір өзімнің үйімде өзім квартирант, не болмаса басқа жерде квартирант болып жасап жатырмын деген сияқты. Мгм. Жұмысынан айырылып қалған. Ол жақта жаңағыдай ғой, жұмыс Өзбекстанда жұмыс аз. Мгм. Жұмыс жұмыс аз болғаннан кейін мен шыққаннан кейін менің орныма Бір бірден адам келіп екі адам қояды. иә бірден келе салады ғой. Ә, Ол жақта күтіп тұр ғой. Енді сонымен бірге қайтып келген адамдардың ішінен осы құжат мәселесі шықпай жатқан, осы әуре болған проблемалардың кесірінен Қазақстаннан қайтадан кетіп қалғандар, немесе кетіп қалғысы келгендер бар ма? Олар не дейді? кетпекші болғандар болды. Жаңағы жұмысымен сөйлескен, 3 айдың ішінде қайтып келсең жұмысқа аламыз қайтып деген штатынан тұр деген. Ол бірақ қайтып кетпеді. Осы жерде баласы мектеп бітірді. Осы жерге келіп бітіргеннен кейін вид на жительство жоқ. Жаңағыдай не ала алмады да кейін алды, бірақ жаңағы бітіргеннен кейін береді ғой. Мгм. Соны қайтып Жалпы бұл алды. мәселелердің жаңа заң бағдарламаларының пилоттық жоба, бұл осы проблемалар заңдық мәселе ма, жоқ әлде заң жалпы жоба бұл әлемдік практикада дұрыс, бірақ орындауында сіздерге түсіндіруінде бір проблема болып, әр облыс әртүрлі түсіндіруінен болып жатыр ма? Енді заң жағынан енді ол заңгерлер айтып отыр өзі. Мен енді ол енді заңгер емеспін, мен енді ашық ешқандай нәрсе айта алмаймын. Заңсыз, заңды деген сияқты. Енді бірақ біздерде бөгет болып тұрғаны, біздер мысалы үшін өтіп жатыр тесттен. Мына Өзбекстаннан келген қазақтар өзі осындай жаңағыдай неде оқыдық қой, қазақша не Иә, оқыдық. иә. Мына Қытайдан, Моңғолдан келгендер мысалы үшін арабша жазып жаңағыдай жазып отыр ғой. Мгм. Как бы нелерді. Оларға қиын ғой. Олар да айтып отыр қазір да мысалы үшін интернетте жаңағы 3 ай келгеннен кейін 3 ай үйрен дейді, әліппеден бастап үйренесің, сөйтіп жаңағы тесттен өтесің дейді. Ол ауызға оңай ғой ол. 9 жыл оқып жатқан осы жерде қазір қиындасып кеткен. Біздер Мгм. тапсырған сәл оңай енді. Қазір жаңағыдай осы шабытушы сұраққа жаңағыдай айтып отырсыз ғой, жаңағы қазір сондай өзекпен жаңағыдай нелерден сұрайды деп сұрақтар деген. Оларды ол оқып әшейін әліппені үйреніп былай ан деп сөйтіп оқығанмен жаңағын барып не қыла алмайды ғой осы жерден кейін. Тапсыру қиын ғой деп отырмын ғой. Енді мүмкін ауызбірше болса тапсырса ауызбірше тапсырып жатса, бірақ енді жаңағыдай оқып енді қиын деп ойлаймын өзім. бірақ Аха. біздерге Өзбекстан жақтағылар қиын емес. Енді өз сол кездесіп жатқан осы кедергілерді бір кейбір пысықтар болады ғой. Мысалға айтып жатыр, кеше тесттен өту үшін осынша ақша бер, визаң бітіру үшін осынша ақша бере салу керек, былай коррупция деген сияқты. Сондай нәрселер ұсынылды ма? жоқ, мен ондай нәрсе ұсынылған жоқ, өйткені мен өзім жүгіріп өзім бар нәрсені істеп жатырмын. Мгм. ешқандай бір несім бар, өйткені жаңағыдай ақша жағда біреуге бір бір беруге қазір ондай өзімге ұқсаған осындай маған ұқсап келіп жүргендерде біреуге бір нәрсе беруге ақшасы жоқ деп ойлаймын. Өйткені Мгм. қазір енді тақалып тұр, только жаңағы нәрсе лишний бір нәрсесі болып тұрған жоқ деп ойлаймын. Енді
ұсынып жатқандар бар шығар, бірақ маған ондай ұсыну, өйткені мен бірінші өтіп кеткен адаммын ғой мен. Мгм. маған қазір ешкім мен жазбаймын да, ешқандай маған жазғанмен мен оған айтамын, мен өткенмін, маған ешқандай көмек керек емес деген сияқты. Мгм. бірақ сонда болып жатыр ғой. Бірақ былайынша қарасаңыз, сол адамдар жаңағыдай, енді жаңағы тестке тіркеліп жатыр, мысалы үшін жаңағы анкетаны не толтыру керек, мысалы үшін толтырып жатыр деген сияқты неше түрлі енді болып жатыр енді өздерінде. Мгм. енді маған ондай нәрсе менде болған жоқ. Жақсы. Нұрлан мырза, сіз Қазақстанға не алу үшін емес, не беру үшін келдіңіз? Қандай үлес қосу үшін келдіңіз? Енді не десем, бір енді 12 жылдық стажым бар. Өзім жұмысымды жақсы білемін. 12 жыл енді любой нені 12 жыл бір нәрседе қайта қайта қыла берсе, сол нәрсенің маманы болып кетеді деп ойлаймын. Сол нәрсені бір нәрсені бір жерге жұмысқа кірсек, сол жерді бір жаңа шырайландырып, жаңағыдай еш жерде жаңағыдай жақсы жағы өзгертсек өзгертемін, бірақ жаман жағы өзгертпеймін деп ойлаймын өзім. Мгм. Қосатын жаңағы жұмыс өзінен, былайынан мысалы үшін енді екі ақ балам бар, әлі жаспын, 31-демін. Жаңағыдай қазақтың санын көбейту жағынан да, және алла қаласа енді екеуі де енді әйтеуір алла не Мгм. қанша Мгм. нәсіп қойғанша бала не қыламыз, ақылдатын санын көбейтеміз. Балдарымды жақсы оқып жатырмын. Балдарым ертең мысалы үшін бір өтіп кетеді ғой, 10-15 жыл, 20 жыл өтіп кетеді. Ертең балдарым мысалы бір нәрсенің жаңағыдай бастығы отырар, может бір нәрсеге үлесін қосар. Үлес қосылды, енді баламызды жаңағыдай қоймаймыз ғой. Енді тәрбиесіне қараймыз, тәрбиелейміз, жаңағыдай көзін нелерге беріп қарап, баланың неге қандай несі бар, қызығушылықтары бар, соған қарап сол жолмен жіберіп дегендей. Жаңағыдай қоссақ, жақсылық жаңағыдай жақсылық қосамыз, енді жамандығымыз, зиянымыз тиеді деп ойламаймын. Қазақстан енді ешқандай нәрсе алу үшін келген жоқпын. Өйткені құдайға шүкір бәр нәрсені бар қылып келдім. Ар жақтан қиналып, финансовый я басқа жақтан болмаса ауру бір дерттен бір жаңағыдай не десем, бір емделемін деп те ондай, құдайға шүкір, алла сақтасын, ондай деп те келген жоқпын. Ешқандай бір байып бітемін, ар жақта кедей жазатын деп те келген жоқпын. Ел ертеңін Сонымен үлес қосқыңыз келіп келді ғой. иә, қазақстанды қызығып келдім. Сол жақта да соны өзектер айтты ғой, енді өзің жұртыңа барып мәз боласың ба деген, қазір сөйлесіп тұрамын ғой солармен. Аха. Жаңағыдай сәл жағыпты саған, жаңағыдай тілің сәл өзгеріпті деген сияқты деп. Ә. Солай сөйлесіп жатқан сөйтіп айтады. Өзің жұртыңа барып мәз боласың ба дейді. Иә, жұртыма келіп мәз болатынмын. Жартылай мәз болатынмын қазір, бірақ деймін ғой. Жартылай қандас болып па? Нұреке, Иә. бір күні сіздің балаларыңыз, қызыңыз осы сұхбатты көріп отырса, әкесінің Қазақстанға келу жолы туралы не түсінгенін қалар едіңіз? Оңай болмаған. Енді оңай болып келіп сөйтіп сондай ойламаған түсінетін да енді. Қиын болған екен ғой. Әкем де әйтеуір не десем, бір келгеннен кейін қайтып кетпеудің жолын қылып әрекет еткен екен ғой деп. Ертең қуансын, барлық қиындықтар өтеді, Нұреке, бәрі жақсы болады. Алаңдамаңыз, осы сайлау өтеді, одан кейін пилоттық жобада бітеді. Ертең елдің азаматы болып, тағы да бір жақсы жарқылдап, керемет сұхбаттар жасаймыз. Жалпы барлық қиындыққа қарамастан Қазақстанға көшкеніңізге өкінбейсіз бе? Жоқ, жоқ, өтінбеймін ешқандай көшкеніме. Неге? Қалғым келеді осы жерден. Аттан жолығып не қыламын мен ол жерге қайтадан барып. Енді қайтадан ертең барғанмен ертең ашылып жатса қайтадан келу керек болады ғой. Не қыламын? Одан айтып осы жерде до конца қалып, егер болды, жоқ қайтыңдар деп қой, ешқандай жол жоқ, ешқандай бір өздері депортқа шығарып жібермесе, қайту жол жоқ. Это ондай ниет жоқ. Мгм. Біздің президент Тоқаев дәл қазір сізді тыңдап отырса, немесе осы ютубтан кейін тыңдаса, бір минутта не айтар едіңіз? Енді осы қандастарға барынша жеңіл жасауын айтатынмын да. Ешқандай келген кезде ешқандай бәрі күтіп алып, бәр нәрсені жаңағыдай несін бір жеңілдеткен күйде. Ешкім еш жаққа жүгірмесін. Өйткені ар жақта біз мысалы үшін документациямен жолдамаймыз ғой, біз ар жақта деген. Документке жүгірмейміз. Біздер туып өскен жеріміз. Бәр нәрсе өз қалпымен документ алына береді мысалы үшін да. Келген кезде кәдімгі біздер түсінбейміз оны. Келесің жаңағыдай мысалы үшін. Түсінбей жан жаққа жүгіре бересің. Сол келген кезде жаңағыдай несін бір оңай жолмен келіп, бір жаңағыдай қазір енді заман дамыған заман ғой.
барлық нәрсе электронный жаңағыдай мысалы үшін келгеннен кейін бірден осыны телефонмен түсіндіріп жіберді. Жаңағы жол көрсететін адам болса бірінші түсіндіріп жаңағыдай осыны кіресің, осы сайтта бәрі жазылып тұр. Соған жаңағы өтініш беріп жібереді, тастап. Жаңа айтты ғой, иінді шетелден тұрып ала береді. Сондай сияқты осындай иіндерге жаңағыдай жіберіп дегендей қамтастықта жаңағыдай осындай телефонда осы жерге келіп, я мысалы арқақтан келіп бірде жіберіп бәрін дайын болып келіп, дайын келген кезде келсе, осы жерден келген кезде міне менің нәрселерім бәрі дайын болыпты, бүйтін азаматтығым бәрін деген деп айтса, соңына келіп бірден бәрін шығарып қолына берсе, бірден шыққаннан кейін жұмысын алып бір айдың ішінде жұмысқа кіріп кетіп кетсе, сол жаңағы сол айтылмайды. Жақсы. Нұреке, жалпы қарлығаштың жаңағы тұмсығымен, құйрығымен бір кішкентай болсын да өрт сөндіруге ұмтылуы сияқты ғой біздің де осы сұхбаттарымыз, жүрген жолымыз. Осы мен 7 жылдық интервьюлар алып жүрген кезде кейбір контенттер көп адамның мәселесін шешіліп, көп адамдардың разылығына алып жатқан жайымыз бар еді. Бірақ енді айғайлап айтып мақтанбасақ та көп адамның риза еді. Соған байланысты бұл интервьюдан кейін де сіздің мәселе шешіледі деген үміттемін. Және сізбен қатарлас осы қаншама қандастар мәселе шешіледі. Өйткені біз жүріп жатқан Жетісу облысы, осы Абай облысында да түсіне алмай қиналып жүрген анау баласына туып бірақ иін ала алмаған балалар сол біз кіріп шыққаннан кейін ол кісілерге жол көрсету арқылы оқушылардың визасын алып жаңағы баласына иін алып төлқұжат алып риза болып жатыр. Сондықтан ол нәрсе әсте болады да. Енді мен жеке өзімнен ойлап отырмын, осы біздің көрермендердің арасынан кәсіпкерлер болса немесе жеке компаниясы бизнестер жұмыстар болса, сізде ВНЖ алу үшін бір ресми жұмысқа алып сізге пенсионға жүргізсе болады ғой? Әлде Мен міндетті білмесем, түрде мемлекеттік болу керек па? білмедім ондай жағын, мен білмедім, енді оны сұрастырып көру керек енді. Мхм. Егер ондай болса, жаңағы мамандығыңыз қолыңыздан келетін нәрсе не еді? Дәнекерлеуші. Сварщик қой. Мхм. Жақсы. Сварщик. Менің әкем сварщик. Жақсы білемін. Аха. Сол бар. Онда осындай мықты маманды, үлкен 12 жылдық тәжірибесі бар маман қажет болса, жазыңыздар, хабарласыңыздар, көмектесуге көп адамдар қол ұшын созады деген ойдамын. Және менің партнерім, досым бар, Нұрғанат деген азамат, ол осы Екібастұздікі. Мен қазір оның да қол ұзын, мүмкіндігі көп, таныстары бар азамат. Қазір осы сұхбаттан кейін сол жігітке хабарласып, Екібастұзда қандай мәселе, осы мәселелер бойынша сізге хабарласады. Мен қазір айтайын. Жақсы ма? Сөйтіп, Жарайды, жақсы. жақсы жаңалықтарды хабарлап отырамыз деген ойдамын. Егер барлығы ойдағыдай болып шешіліп жатса, оны көрермендерге тағы да сүйіншілеп айтармыз. Мен сұрамаған соңғы сөз ретінде, бірақ өзіңіз айтқыңыз келіп жүрген бір ойлар бар ма? Басқа өзіңіз сияқты қандастарға не дейсіз, органдарға не дейсіз, мемлекетке не дейсіз? Қандастарға енді не десем, жаңағы бәрінің ойы бір ғой, осы документтер бітіп кетсін бәрі. Мхм. Енді органдар егер көріп не болса, осы нәрсеге шұғылданған. Енді өзім ойым жаңағы ішімде болғанын айттыңыз ғой. Мен қойған жоқ, сұрақ қойған жоқпын, ішімде айтқым келген болды ма деп. Айтқым келгені алдымнан болған. Осындай бәрін біліп отқан жаңағыдай бар шығар, енді органда істей ме, или бір қол ұзын деп жатсыз ғой жаңа. Сондай бізде осы нәрсені бір сәл көтеретін адам жоқ па екен деп ойлайтын едім да. Сондай адам болса, осыған бір жәрдем берсе, мен өзім ойлауым, ешкім қарамай қойған сияқты осы қандастың несіне да, қандастардың документтері туралы. Жетім бала ұқсап қалдыңыздар ғой. Иә, қиналғаннан жаңағыдай заң жаңағы жаман жағына өзгеріп жатыр енді. Адамға не удобно емес. Жаңағы кедергі болып жатқан көп не. Солармен бір шұғылданатын біреу бар ма екен деп ойлайтын. Сондайлар болса енді сол шұғылданса деп ойлаймын, сол не қыламын, өтініш жасаймын. Яғни Айтса деген сияқты. мемлекеттік тілді түсінетін, мемлекеттік жүйе қалай жұмыс істейтінін түсінетін, заңды түсінетін және қарапайым сіздер сияқты қандастардың проблемаларын да түсінетін бір ұйым ба, адам ба Иә, болып жатыр ғой. иә, сондай болса, солар айтса екен деп өзім жаңағыдай ойым ғой, жаңағы соны айтса екен, соны біздер сөйтіп шешілсе екен, соны берсе екен деп. Енді шешіліп бетіне берсе, осы келгендердің барлығы тарап, барлығы жұмысқа кіріп, жұмысшы болып жұмыс істеп, жаңағыдай финансовый жағын нені көтере ме енді, мысалы үшін ол жұмыстан тапқан ақшасын әйтеуір өзінің жанұясына жұмсайды деген сияқты, жаңағыдай несін бір жақсылық болса жақсылық, жамандық емес қой мысалы үшін. Қазақтың саны көбейеді мысалы үшін, енді азаматтық ашылсын, азаматтық жауап қалған мысалы үшін. Енді біз қазір азаматтыққа аса бір қызығушылығым болғандай болып жатқан жоқпыз енді, мына бетіне тұрған кезде енді главный соларды беріп дегендей.
М, сондай жеңілдетір болса екен деп тілеймін. жақсы. Біз Сондай енді болса. көп халықтың мәселесі осы болғандықтан тым болмаса сол ақпараттық жағынан дұрыс ақпараттарды жеткізсек деген ниетте шығып отырмыз. Осы сұхбатта да сол мақсатта жасалды ғой. Сіздің өмірлік кейсіңіз, тәжірибеңізді басқа адамдарға сабақ болсын деп, және осыдан бір мемлекеттік тарапта, органдарда бір нәрсені түйсе. Өйткені бұл кісілерде шынымен қандай проблема бар екенін бұл кісілер де түсінбейтін сияқты. Жеткізуді нені айту керек екенін де түсінбейтін сияқты. Өйткені кеше біз көші-қон полиция басқармасында, центр занятосқа, жаңағы тағы қандай қандастар бар, бейімдеу орталықтарына, сонымен қатар жаңағы казтест бәріне барып жатырмыз. Жалпы не болып жатыр, неге бермейсіздер, виза қалай мынау деп. Сол кезде ол кісілер де бізден не сұрағаны бізге түсініксіз дейді. Ал біз айтатынымыз тек бұйрықты орындаймыз деп жатыр. Сондықтан осылай көбірек қандастар өз пікірлерін айтса, мәселесін көтерсе, жыламаған балаға емшек жоқ дегендей, сіздер де айтсаңыздар айтылады. Әйтпесе осы қаңтарда, жалпы 31 желтоқсанға шейін осы пилоттық жоба тұрады екен да, одан кейін егер бұл проблемасы бар екенін біз осылай аты жөндеріңізбен құжатқа ендіріп ертең министрлікке апарып көрсетіп, жалпы бұл өте актуальный нәрсе екенін көрсете алмасақ, онда осы қалпінде заң қалып қояды, өкінішке орай. Сондықтан біз бұған қандастар келіспейтінін, бұл елдің ертең үшін, халықтың көбеюі үшін, шеттен келетін азаматтарға қиын екенін түсіндіруіміз, жеткізуіміз керек болып тұр ғой. Сол, Иә. жақсы. Нұреке, амандық болсын. Жақсы жаңалықтармен хабарласайық. Мен қазір жаңағы Екібастұздағы достарыма хабарласамын. Сол жақта сізге номеріңізді беремін, байланыстың. Сөйлесіп тұрайық, хабардамыз. Аға, жарайды, сау болыңыз, саламатта болыңыз. Рахмет Жақсы, сізге. амандық болсын, құрметті көрермендер, жазылып қойыңыздар. Аман, сау болыңыздар. Рахмет.